Ақтау болсын, Алматы болсын, Атырау болсын, Астана болсын, барлығының арасына бұлар куротларды енгізді да. Ол куротлардың мақсаты адамдарға тыныш жүрің, араласпаң, тағы бір нәрсе деген гәплермен бәнтті. Бұл нәрсе ауылдан бар да. Негізінде мәселен дұшпан елге келіп тұрды да. Көрдіңдер ме, автоматпенен атып адамдарды сабап, жауызларша не, қанша адамдарды, бейкүнә адамдардың қанын төкті. Енді осы дұшпан ішімізден шыққан сатқындар арқылы халықты еледе езуге әрекет етпей отырды да. Мәселен, Қарақалпақстанның адамдарын не көрдіңдер, дұшпанлар Ташкентке емес, Өзбекстанға кетіп отырды да, Бұхараға. Сөйтіп сояқта сотлай жақ. Бұл қашанға дейін Қарақалпақстанның халқының үстіне езу бола береді да. Бұл Қарақалпақстанның ішіндегі жаңа сатқындардан пайдаланып халықты бұл дәрежеде ашлықта, жоқшылықта, жұмыссыздықта, сусыздықта ұстап тұрады не. Қарақалпақстанға тек азатлық керек, Өзбекстаннан еш нәрсе керегі жоқ. Әттегі мына Өзбекстанның жинаят кодексі менен Қарақалпақлар сотлаудың өзі низамға қайшы келеді не. Себебі Қарақалпақстан бұл суверенді мемлекет. Қарақалпақстанның халқының тағдырын Қарақалпақстанда шешу керек. Әттегі міне конституциямыз, Қарақалпақстанның конституциясы біздердің әрбіріміздің құқығымызды қорғау керек. Тілекке қарсы міне қараң, әркім біреуді бір кімсені сот қылып қойды. Кім бір кімсені хайуанды не прокурор қылып қойды. Бір хайуанды милиция қылып қойды. Бір хайуанды әкім қылып қойды. Бір хайуанды басшы қылып қойды, сәменге апарды не. Осылар біздерде міне 2 миллион халықтың тағдырын құлдыққа апарып қойды да. Бұны шешіміз керек. Көтерілетін болса көтерілу керек, елдің тағдырын шешіміз керек. Ямаса Өзбекстан сөйлесіп өтіп, екі елдің арасындағы қарым-қатынасты ашық диалогта шешіміз керек. Қарақалпақстанның халқы құлдықтан азатлыққа шығу керек. Міне сол үшін әрекет етуіміз керек әрбір адам. Ассаламу алейкум ағайындар, ассаламу алейкум халқым. Міне бүгін көріп отырсыздар, Бұхарада Дәулетмұрат Тәжімұратов тағы да басқа адамдардың үстінен сот бастап жатырды. Бұлардың бәрі показуха да, бұлардың бәрі показуха. Мына адамдардың бәрін қорытып, бұлардың әр түрлі бәріне тапсырма бергенде Дәулетмұрат Тәжімұратовқа көрсетпей бересіз деп не. Бұлардың барлығы сот процесінде Дәулетмұрат Тәжімұратовқа қарсы көрсетпей береді. Сөйтіп бұлар азғантай жеңілдік алу мүмкін, бірақ мына қойып тұрған статьялары бойынша, допустим, мына 244-тің бірін қойғаның өзінде бұлар кемінде 10 жылдан төмен қамақ болмайды да, бұлар ғана ең азына 10 жылдан төмен бермейді. Бүйірде бұлар максимально жаңағы дүния жүзіне көрсету мәселесінде сақынластырған сотының мазмұны Дәулетмұрат Тәжімұратовқа жала жабуда. Міне халық көріп тұрса, Дәулетмұрат Тәжімұратов ел үшін, Қарақалпақстан үшін жанын піда етіп, бүгінгі күні міне Дәулетмұрат Тәжімұратовты, Лолагүл Қаллыханованы, Бақтияр Қадырбергеновті, осындай айырым жігітлерді айыплы қылып қойыпты бұлар. Соның үшін ағайындар бұл сот елі давам етеді. Егерде 3 ай, 4 айдың ішінде тамам болса, үлкен жұмыста. Себебі тек Дәулетмұрат Тәжімұратовқа қойған айыбының өзінде 14 томдық не бар да, дело бар да, 14 том. Мына Қарақалпақстаннан барған мына Сәбит Иматов деген бар ғой, кәдімгі Кегейлінің жігіті. Сәбит Иматовтың оқып тұрған несінің өзінде бұлар барлық айыпты Қарақалпақстанда қандай айып болса, бәрін сол Дәулетмұрат Тәжімұратовқа жауып қойған естіп отырсыздар. Бұл мәселе жаңағы анандай қылған, мынандай қылған, бұл адамға жаңағы ұры мемлекет, ғазап мемлекет, жауыз мемлекет, айыпсыз адамдарға жала жабу бойынша бұлар бірінші орын. Мына суды өткеріп отырған, бұлардың бәрі сақынластырылған. Қашан таярланып, мына тәжіктердің ұясы Бұхара, бұған таярланып, қашан бұны жаңағы әртістермен барлығы осы дәрежеге апарған. Бұл адамдарды сот әділ болады деп мен сенбеймін. Соның үшін ағайындар бұл нәрсе ұзақ болады еле сот, еле давам етеді. Бір нәрсеге сенемен, Қарақалпақстан азатлық алмай, осы нәрсе давам ете береді. Осындай мәселен топар қылып адамдарды ұстап қамап сотлай береді. Мәселен 2012 жылдар хабарыңыз болған болса, бұнан 10 жыл бұрында 30-лаған Қарақалпақстанның іспелемлерін жаңағы азаматларын қамап, әкімдерін, зам әкімдерін бәрін қамап, министрлерді қамап, бұларды 167 статьяның 3-ші частыменен айыплап, бұларды неше жылға қаматты, 24 жылға қаматты. 2006 жылы міне Дәулетбай Шәмшеттің балалары Шымбайдағы адамдарды қаматты.
мынау міне 2022 жыл, міне көріп тұрсыздар, қаншама Қарақалпақстан адамын қамап, 2000-нан зиятырақ адамды қамап, бұлар енді солардың тек 22-сін сотта көрсетіп отырыпты. Елі де Бұхарада қанша адамды апарып қойды бұлар, не, түрмеге. Соның үшін ағайындар, бұл Өзбекстан дегеннен құтылмасақ, біздер құлдықтан құтыла алмаймыз халқым. Өл қырлы мына Өзбекстаннан құтылымыз керек бұлардың ойынан. Бұлар шайтанның ұрғашысы, бұлар Қарақалпақстанға 30 жыл су бермей халықты аш жалаңаш қылды. Соның үшін халқым бұлардың сахналастырылған іс-әрекетіне сенбең. Қарақалпақстан бәрі базатылық алады халқым. Ассалаумағалейкум ағайындар.